Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бүгінгі сабақта ертегідегі негізгі ойды анықтайсың. Сын есімнің негізгі және туынды түрлерін ажыратасың. Балалар, ертегіні мұқият оқып көрейік. Ертеде. Бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Қарлығаштар шөлден қиналады. Ағаш қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген торғай желден көмек сұрайды. Ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып сала береді. Балалар, ертегі мазмұны бойынша бір-бірлеріңе сұрақ қойыңдар. Мысалы, қарлығаштар неден қиналды? Ағаштар мен гүлдерге не болды? Қатты шөлдеген торғай неден көмек сұрады? Ертегідегі негізгі ойды анықтаңдар. Су болмаса не болатын елестетіп көр, және оны айтып бер. Балалар, ертегідегі негізгі ой, яғни сусыз тіршілік жоқ. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болатынын білесіңдер. Яғни күн суды қыздырады, су буға айналады, содан аспанда бұлт пайда болады. Ал бұлттан жаңбыр жауады. Ал жаңбырдан жер беті қайтадан жанданып, тіршілік атаулы оянады. Мысалы, теңіздер мен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен күннің әсерінен, күннің қыздыруымен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар, бұршақ болып жерге жауып, қайта суға айналады. Осылайша су, бу, жаңбыр үшеуі бір-бірімен байланысты су айналымы пайда болады. 18-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғай іші өте көңілді. Мәтіннен сын есімдерді тап. Олардың негізгі және туынды түрлеріне ажыратайық. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Қандай бұлттар? Ақша бұлттар. Қандай? Әдемі. Жидекті тоғай. Қандай тоғай? Жидекті тоғай. Көңілді. Тоғай іші қандай? Өте көңілді. Ал енді осы сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажыратып көрейік. Негізгі сын есім ақша, әдемі. Туынды сын есім жидекті, көңілді. Шығармашылық үзіліс. Мақалды тауып жаз. Меңзер бойынша мақалды дұрыс тауып көрейік. Дария жанынан құдық қазба. Яғни меңзер бойынша жүреміз. Дария, меңзер жанынан құдық қазба. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Ойлан тап. Кішкентай Дархан көрген нәрсесін айтып жеткізе алмай тұр. Ішкі үйге бір құс ұшып кіріп, қайта шығыпты. Дәл соған ұқсайтын құс Сәуле апайдың ауызғы үйіне ұя салыпты. Дарханның көргені қай құс? Көмекке кел, сипаттап көр. Балалар, Дарханның көргені қарлығаш құсы. Олай болса, біз қарлығашты сипаттап көрейік. Қарлығаштың тұмсығы қысқа, тұмсығының түбі кең болады. Қанаттары жіңішке, әрі ұзын. Дене бітімі ерекше сымбатты. Олар өте еңбекқор болады. Қарлығаш киелі құс. Мұнда қысқа, кең,
жіңішке, ұзын, сымбатты, еңбекқор, киелі сөздері сын есім болып табылады. Қарлығаштың дыбысын бірге тыңдап көрейік. Сендер қарлығаштың дыбысын естідіңдер. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.